Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бар болғаны 2-ақ ингредиенттен тұратын, үй жағдайында оңай жасалатын сыр әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге сүт қажет болады. Жарты литр сүтті алып, осылай ыдысқа құйып аламыз. Екіншіден бізге таза қолдың ірімшігі, яғни творог қажет болады. Осы сүттің үстінен жаңағы творогымызды алып, бәрін салып аламыз. Бізде керек мөлшері творогтан 500 грамм, сүттен жарты литр болады. Енді ыдысымызды алып, газге баяу отқа қойып, астын тындырмай жақсылап араластырып отырамыз. Осылай айналдыруды жалғастыра береміз және біраз уақыттан кейін осылай сүттің сары суы шыға бастайды. Асты жабысып қалмас үшін жақсылап айналдырып тұрамыз. Дәл осылай болған кезде оны оттан алып аламыз. Бір ыдысымызды алып, оның үстінен ситаны қойып, жаңағы дайын болған массамызды жақсылап үстінен құйып, сүзіп аламыз. Толық суы ағып кеткенше ситада біраз уақыт қойып қоямыз. Үй жағдайында өздеріңіз жасап көріңіздер, өте оңай және жылдам жасалынады. Міне бізде жақсылап суы ағып болды. Енді алып бөлек ыдысқа саламыз. Және де осы қалған сары суын алып пайдалансаңыздар болады. Яғни бұл сары сулар көптеген ауруларға ем болады. Ірімшігімізді осылай ситадан алып, бөлек ыдысқа жақсылап салып аламыз. Барлығын толық салып алғаннан кейін оның үстінен жарты шай қасық тұз қосамыз және кішкене ғана сода қосып, кішкене мөлшерде сары май қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Одан кейін ыдысымызды алып, баяу отқа қоямыз да жақсылап араластырып отырамыз. Астын тындырмай жақсылап араластырып отырамыз. Мінекей дәл осылай біздің сырымыз 10 минутта дайын болып шығады. Кішкене бір ыдысымызды алып, жақсылап жан-жағын сары маймен жағып шығамыз да, осыған жаңағы дайын болған сырымызды салып аламыз. Дәл осылай үй жағдайында дайындалған сырмен пицца, сырный шарики, тағы да басқа заттарды әзірлесеңіздер, өте дәмді болып шығады. Барлық массамызды ыдысымызға салып аламыз да, жан-жағын тегістеп шығамыз. Алдағы уақытта шығатын видеоларымды жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма жазылып алыңыздар. Енді дайын болған сырымызды біраз уақытқа суытып қоямыз. Біраз уақыттан кейін біздің сырымыз толықтай дайын болып шығады. Ыдысымыздан шығарып аламыз да, өз қалауларыңыз бойынша кез келген мақсатта пайдалансаңыздар болады. Міне біздің сырымыз қатты болып шықты және ортаңғы көрінісінен де қарап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Ассортилердің арасына дәл осылай турап қойсаңыздар да болады. Міне осылай кескен кезде де ешқандай үгітіліп кетпейді және бір қалыпты болып тегіс етіліп кесіледі. Магазиннен сатып алғанша үйде бар заттармен дәл осылай өздеріңіз жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаған болса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.